Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін сендермен түлкі мен тырна ертегісін бірге оқитын боламыз. Ертеде түлкі мен тырна дос болыпты. Бірде түлкі тырнаны үйіне қонаққа шақырыпты. Маған қонаққа кел, қымбаттым, мен дәмді тамақ пісіріп қоям. Тырна түлкінің үйіне қонаққа келеді. Түлкі ботқа пісіріп, жайпақ табаққа салып, тырнаның алдына қояды. Тамақ ал, өзім пісіріп едім. Тырна жайпақ тамақты тұмсығымен шоқып ештеңе жей алмайды. Түлкі болса табақтағы ботқаны тілімен жалап-ақ тауысады. Бәрін жеп болған түлкі, айып етпе, бұдан өзге берер еш тамағым жоқ дейді. Осыған да рахмет. Енді сен маған қонаққа кел. Келесі күні түлкі тырнаға қонаққа келеді. Тырна сорпа дайындап, оны бойны тар құмыраға құйып, дастарханға қойыпты. Түлкі келгенде, «Іш, қымбаттым, қысылма» дейді. Түлкі құмыраны ары айналып, бері айналып, сорпаны іше алмайды. Құмыраға тұмсығы кірмей қояды. Ал тырна ұзын тұмсығымен шоқи береді. Сөйтіп бәрін де ішіп қояды да түлкіге қарап, «Ренжіме, қымбаттым, бұдан өзге берер тамағым жоқ» деді. Бір аптаға тойып қайтқысы келген түлкі ренжіп үйіне аш қайтыпты. Балалар, осы ертегіден не түйдіңдер? Комментарийға жазып кетіңдер. Сендермен болған Нұрболатқызы Ақерке, келесі кездескенше.